Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ плюшки булочкаларын әзірлейтін боламыз. Ең алдымен маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Ең бірінші таза ыдысымызға осылай 2 жұмыртқамызды салып, 50 грамм шекерімізді салып жақсылап араластыратын боламыз. Ал енді 150 грамм жылы сүтімізді құйып, одан кейін оны жақсылап араластырып, үстіне тағы да 150 грамм жылы суымызды құйып, оны да араластыратын боламыз. Ал енді 8 грамм дрожжімізді да салып, жарты шай қасық тұзды да салып, жақсылап араластырып, үстіне ұн салып жатқан кезде 50 грамм сұйық майымызды да қосып жібереміз. Сөйтіп жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ал енді жұмсақ қамырды илеп болғаннан кейін үстіне аздап сұйық майымызды құйып, осылай 1-2 рет қайтарып, жылы жерге 1 сағатқа бетін жауып қоятын боламыз. Ал енді дайын болған қамырымызды осылай ұн сеуіп, аздап видеодағыдай көрсетілгендей етіп, 10 немесе одан да көп бөліктерге бөлетін боламыз. Ал енді жаңағы бөліктерге бөлінген тестамызды осылай видеодағыдай жайып шығатын боламыз. Жайғаннан кейін дайын сары майымызды осылай бөлме температурасында тұрған сары майды жағып, үстіне шекерді салып, видеодағыдай орап шығатын боламыз. Ал енді дайын болған булочкамыздың үстіне жұмыртқамыздың сарысын осылай жағып шығатын боламыз. Және де 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Ал баршаларыңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпайсыздар.